Бүгін ұлттық банк төрағасы да ауысты. Былтыр ақпанда ғана бас банктың креслосына жайғасқан Ғалымжан Пірматов қызметінен босатылып, орнына Тимур Сүлейменов тағайындалды. Президент ұсынған кандидатураны сенат депутаттары бір ауыздан мақұлдады. Ал су жаңа бас банкир сала проблемалары бойынша сұрақтарға келесі жолы жауап беремін деп отыр. Инфляция біздің экономикамыз ең қауіпті бір процесс. Сондықтан онымен тек қана күресу емес, төмендету керек. Біріншіден, ол условия талап бар болса, онда мөлшерлемені төмендетуге условия болады. Сондықтан бірнеше аптадан кейін президенттің келісімі бар болса, мен сіздерді жеке шақырып сұхбат беремін. Жалпы тәуелсіз Қазақстан тарихында бұл ұлттық банкке тағайындалған 12-ші төраға. Бұған дейін Тимур Сүлейменов президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары болған. Сарапшылар бас банкир инфляцияны төмендетуге батыл әрі нақты қадамдар жасау керек деп санайды. Президент биылғы жолдауында айтқан шетелден 3 жаңа банктың тартылуы да нарықтағы қалғып кеткен отандық банктерді оятуға сеп болмақ. Экономиканы қаржыландыру мөлшері артты, бәсеке күшейе түсуі де ықтимал. Ел нарығына шетелдік қаржы ұйымдары кіре салысымен базалық мөлшерлемеге қарары сөзсіз. Берілетін несиелерінің пайыздық үстемесі соған сай болады. Сондықтан экономистер бір ауыздан ұлттық банктың ұсынып отырған базалық мөлшерлемесі бұл ретте өте маңызды деп отыр. Ішкі экономиканы табыс көзіне айналдырмай, табыс көзін көбейтпей, ішкі отандық өнімдердің бәрін біз сырттан сатып ала беретін болсақ, біз әрқашанда инфляцияның құлы боламыз. Себебі, доллар өсіп жатыр, ол өсе береді, тоқтамайды. Логистикалық мүмкіндігімізді пайдалану керек, өйткені дүниежүзілік экономиканың тасымалдау амалдары қатты өзгеріп жатыр.